Сәлем достар! Жалпы адам жаратылысы туралы біз білмейтін қызықты деректер өте көп. Ғалымдардың айтуынша, әлемдегі ең жұмбақ жаратылыс иесі ол адам. Адамдар өздері жайлы біле бермейтін бірнеше қызықты мәліметтер бар. Мәселен, бір адамның басына өмір бойы шамамен 725 шақырымға жететін шаш өседі екен. Адам миында секундына 100 мың реакция болатын көрінеді. Ерекше жаратылған артықшылығының арқасында атақ байлыққа ие болып, жұлдыз болып жүрген жандар да аз емес. Сондай жандардың бірі үндістандық Jasprit Singh Kalra. Jasprit Үндістанның Пенджаб штатында дүниеге келген. Ол өмірге келгенде дәрігерлер жас сәбидің буын сүйектерінің аз екенін байқаған. Дәрігерлер Сингхтың бойында Гуттар-Перча синдромы байқалатынын айтқан. Гуттар-Перча тропикалық аймақта өсетін өсімдіктен алынатын, тек медицинада қолданылатын созылмалы сүт. Ата-анасы да бұл тылсым құбылыстан шошып, басында Jasprit'тен бас тартпақшы болған екен. Кейіннен олар ойланып қайтыпты. Jasprit'тің буындары өте иілгіш болған. 2-3 жасынан ата-анасы оның бұл қасиетін дамыту мақсатында бірнеше физиологиялық жаттығулар жасатқан. Соның арқасында ол өз ортасында танымалдылыққа ие бола бастайды. Жалпы әлемде иілгіш адамдардың саны көп. Олардан Jasprit'тің бір ерекшелігі, ол өз басын 180 градусқа дейін айналдыра алады. Мұндай қасиет тек Jasprit'ке дарыған. Ол үстелге теріс қарап отырып ақ, басын кері айналдырып, үстел үстінде тұрған шырынды іше алады. Осындай ерекше қасиетке ие оны Үндістанда резеңке адам деп атайды. Ол денесі ең иілгіш адам ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сингхтың иілгіштігі соншалық, ол үлкен теннис ракетасының ортасынан емін-еркін өтіп кете алады. Ғалымдар мұндай адамдардың бірнеше спорт түрі бойынша үлкен жеңістерге жете алатынын айтады. Алайда дәрігерлер мұндай қасиетке ие адамдардың жүрегі әлсіз жұмыс істейді дегенді алға тартады. Ерекше режимде күтім жасап, арнайы мамандарға жиі жүгініп тұрмаса, мұндай синдром олардың денсаулығына қауіп тудырады екен. Сондықтан да ақ халаттылар олардың кәсіби спортмен айналысуларына қарсы. Әлемде буынсыз туған сәбилер өте көп. Олар осындай ерекше жаратылыс иесі болған үшін өз ортасында дараланып тұрады. Jasprit'тен де бөлек әлемде өте иілгіш адамдар жетіп артылады. Алайда олардың ешқайсысы басын 180 градусқа кері қарата бұралмайды. Жай адамдар басын 90 градустан артық бұралмайды. Айтса адам сенгісіз құбылыс. Мүмкін емес. Әрине, бірақ шындық. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Каналға тіркеліп, видеоға өз бағасын беріп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.